Бұл оқиға бүкіл ауылға таралып кеткен еді. Аң аулайтын маусым басталып, 3 аңшы дос орманға кетеді. Түнде жол жүріп бара жатырғанда, олар жол бойында тұрған жас қызды көреді. Түннің ортасында ол жеңіл жазғы киіммен тұрды. Көлікті жүргізіп келе жатырған аңшы тоқтайын деп жатыр еді. Келесі аңшы әлгі қыздың аяғы тұяқ екенін байқайды. Қасында отырған екеуі қорыққандарынан тоқтама, газды бас деп айқайлап жіберді. Аңшылар ормандағы кішкентай үйлеріне келді. Сөйтіп олар иттеріне тамақтарын беріп, өздері тамақ дайындап, үстел басында әңгімелесіп отырды. Достарының бірі әлгі болған оқиғаны ұмыта алмады. Уайымдауы бекер болмай шықты. Енді ұйықтайын деп жатырғанда кенеттен біреу терезені қақты. Аңшылардың бірі терезеден кім екенін қарап еді, көрінбеді. Енді жатайын деп жатырғанда біреу есікті қақты. Үшеуі де далаға шығып, қарда қалып қойған тұяқ іздерін көрді. Бір аңшыға тұяқты қыздың өзі көрінсе, ал екеуіне мыстанның күлген дауыстары естілді. Сөйтіп үшеуі де үйлеріне кіріп, мылтықтарын алуға кетті. Үйдің ішіндегі иттер қыңсылдай бастады. Бір кезде үйдің шатырына біреудің секіріп мінген даусы естілді. Не болып жатырғанын түсінбей бәрі үндемей қалды. Содан соң терезенің алдында жолда кездестірген қыз тұрды. Әлгі қыздың мұрны және көздері жоқ болып шықты. Сөйтіп қатты күлген күйде үйдің айналасын жүгіре бастады. Екі дос дұға оқыса, ал үшінші дос бұл жын кімнің артынан келгенін түсінді. Осылай біраз уақыт өтті. Түннің қақ ортасында әлгі мақұлық есікті қатты соға бастады. Күтпеген жерден терезеде сынды. Және сен шықпасаң үшеуің де өлесіңдер деп қорқыта бастады. Олар қорыққаннан мылтықты алып атып жіберді. Арада тағы жарты сағат өтті. Кенеттен есік ашылған секілді болды. Аяғы тұяқ, беті жоқ қыз кіріп келгенде үш доста қорыққандарынан талып жерге құлады. Бірнеше сағаттардан соң таң атты және аңшылар естерін жиды. Тек үшінші аңшы достары жоқ екенін көрді. Олар орманның барлық жерін іздесе де таба алмады. Олардың соңғы көргендері қардағы тұяқ іздері және адам ізі болатын.